Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Біздің үшінші видеомыздың тақырыбы, кезекті видеоның тақырыбы неге саған дәл қазір шетелге шығу керек деп аталады. Бүгін яғни осы тақырып жайлы егжей-тегжейлі сөйлесетін боламыз. Бұл тақырып жалпы менің ойыма қай кезде келді? Алғашқы өзімнің шетелге, Еуропаға деген саяхатымды жасаған кезде, яғни Түркия еліне осыдан тура бір жыл бұрын барып келген едім. Тура осы уақытта міне бүгін сол туралы барлық қызықтарды айтып беретін боламын. Сонымен бастайық. Саған неге дәл қазір шетелге шығу керек? Себебі шетелге шыққан адам мен нақты өз елінде тұрған адаммен екеуінің көзқарасы мүлдем екі түрлі. Екеуі мүлдем екі түрлі адам, және олардың көздері екі түрлі көреді, және милары екі түрлі ойлайды. Міне бар мәселе, бар қызығушылық мінекей осыда. Шетелге барып қайтқаннан кейін сен түсінесің, сол өзіңнің қазіргіна тұрып жатқан еліңнің қанша жылдар бойы артта қалып қойғандығын, мемлекеттен басқа. Ол жерде мүлдем басқа әлем, мүлдем басқа адамдар, мүлдем басқа қызығушылықтар, неше түрлі керемет нәрсенің барлығы сол жерде отыр. Осы сенің міне айналаңда тұрып жатқан бір танитын 5-10 адамыңнан бөлек ар жақта бөлек әлем бар, және ол өзара басқаша дамиды. Ол жақтың өмірі шынымен әлдеқайда күштірек екені, қызығырақ екені, сан түрлі алуан екенін міне байқап бастайсың. Бұл міне шетелге шыққан кез келген адам 100% менің айтқанымды толыққанды құптай алады. Себебі бұл нәрсенің барлығы, ол шетелге шыққан адамдардан сұрап өтем, тура осының ойымды барлығы да қолдап шығады. Мен барып қайтқанда енді ел Түркия болғаннан кейін мен саяхаттаған енді қаласы бұл Анталия, Алания, тағы да майда қалалар болды. Енді Стамбулға барып әзірше үлгермедім, міндетті түрде барамын деген ойдамын. Енді міне түріктердің нормасы жайлы айтқым келіп отыр. Әр адамның өзінің нормасы болады. Мысалы қазақтарға норма там өзінің квартирасы болғаны, камри, 50-ка, 70-каның болғаны, жақсы жұмыстың болуы. Ал олар үшін норма бұл керемет, сапалы, сәнді, рахат өмір. Оның ішіне мен не жатқызам? Бұл сенің мысалы қазіргі таңда тұрып жатқан үйіңнің 50 метр жетпес теңіздің бар болуы. То есть үйден шығасың, 50 метр жол жүресің, ары қарай теңіз көрінеді. Қазақстанда мұндай бар ма? Каспийде ғана, басқа ешқай жерде жоқ. Ол жақтың теңізі шынымен өте керемет. Ол жерде Түркия елінде жалпы 4 теңіз бар. Соның кез келгеніне әрине міне суға түсе беруге болады. Бұл түріктердің басты нормасы теңіздің бар болуы, таза ауаның бар болуы, екіншіден, үшіншіден таза өнімдердің бар болуы, және олардың дәмінің нағыз сапалығы. Одан кейін айта беретін болсақ, әр үйдің қасындағы жеке бассейн, Еуропада орналасуы. Енді жолда кетіп баратқан кезде түрлі неміс, Еуропадан француз, испан, ағылшын тілі туристердің сенің мысалы қасыңда жүруі. Міне бұл нәрсе түріктердің нормасы. Но бұл нәрсе ешқашанда қазақтардың нормасына кіре алмайды. Бұл себебі енді орналасуымыз айрықша, және көптеген басқа да минустар бар. Және айтқым келген, енді Түркияға барудың ең басты себебінің бірі де осы жаңағы таза ауа, жақсы өмірге қарағанда тура сол ақша жұмсалып жатады. Алматының өмірі ана Стамбулға қарағанда әлдеқайда қымбатырақ. Мысалы барып келген ағаммен сөйлестім, тура осындай ойда болып шықты. Яғни осы жерде біз күніне Алматыға қанша, мысалы 5-10 мың теңге керек бір күнге жақсы өмір сүру үшін. Ана жерде тура керемет жағдайлармен тура сол ақша кетеді. Сол үшін вообще екеуі екі түрлі мемлекет, бірақ та бір ақша кетеді. Стамбулдың ортасында тұрудың не Анталияның ортасында, центрында тұрғанмен екеуі бірдей. Одан кейін Түркияның әрине міне кішігірім плюстары бар. Бұл әрине арзан қала, себебі супер миллиондаған ақшалары қажет емес. Екіншіден, өнімдердің барлығы тәтті, барлығы сапалы, заң себебі қаталырақ. Ол жақта белгілі бір дәріні орысша айтқанда подделка жасау үшін 40 жыл береді. 40 жыл бас бостандығынан айырады. Бізде Қазақстанда бұндай бар ма? Түстерінде көріпсіңдер. Одан кейін келесі нәрсе, әрине өнімдердің бәрі тәтті. Жолда апельсин, мандарин, банан өсіп жатады, және олардың дәмі мына қазақстандікімен мүлдем сәйкес келмейді. Ананың аузына саласын еріп кетеді. Табиғи, керемет, просто сөзбен жеткізу мүмкін емес. Одан кейін әрине ол жақта күн жылы, 24, енді 4 мезгілде қыста ары кетсе 15 градус болады. Анталияда қыста 15 градус, ондайды кім көрді? Қазақстандан -40-қа дейін кетіп жатады. Күн жылы шынымен өте тамаша. Одан кейін 4 теңізі бар. Жерорта теңізі адамдарды емдік қасиетімен атақты болып келе жатады. Ол жерге мысалы кіріп жатқан қаншама
енді пенсионерлер бар, мүмкіндігі шектеулі жандар бар, олар сол теңізге түсіп ақ емделіп жатады. Шынымен тамаша, оның енді тұзды болуына байланысты. Одан кейін әрине орналасуы, себебі Түркия бізде кіммен шектеседі? Уже Грециямен шектеседі. Ол Европада орналасқан, ол жерде деген кәдімгідей бостандық, өзіңді шынымен бір қорғаныста сезінесің, себебі ол НАТО-ға кіреді. Міне осындай түрлі плюстары бар. Одан кейін айтатын болсақ, әрине менталитет мүлдем басқаша, қазақтармен мүлдем сәйкес келмейді. Хотя бір ел деуге де болады, оларда түркілер, бізде түркілеріміз, мысалы ата-баба ортақ бір сондай бір нәрселер болғанның өзінде де, ол жер Европада бір қазақстандық бір мемлекет Европада тұрып осындай керемет өмір сүріп жатқандай сияқты байқалады. Бірақ ол енді әрине біз емес. Тағы да айтатын нәрсе, бұл алматылық кісілерде осы сезондық аллергия басталатын кезде олар көбінесе Түркияға барып жатады. Түркияда бұл аллергия мүлдем көріспейді. Неге екенін білмеймін, ол жерде адамдардың бәрі емін-еркін демалып түшкірмейді. Вот осы нәрсе толыққанды шешілген. Және әрине орысша айтқан кезде ВНЖ вид на жительство жеңіл беріледі қазақтарға әсіресе. Сол үшін ол жерде тұрып та ұзақ уақыт қалуға да мүмкіндіктердің барлығы қазақтарға тікелей қарастырылған. Және тағы да бір міне ойға келген плюстардың бірі, бұл бізде ол жаққа баруға визаның керек еместігі. Яғни бір 90 күн ба, 180 күн ба біз ол жерде қазақтар болып, емін-еркін шыққандай пропусксыз ақ кіре бере аламыз. Сол үшін қазақтар енді Түркияда өте көп кездеседі. Ал әрине оның да минустары бар. Бұл әрине жұмысы, қазақтарға жұмыс табу ол жерде жеңіл емес. Жұмыс табудың арнайы бағдарламалары бар болғанның өзінде көп жұмыс жасап жатқан қазақтарды байқамаймын. Бизнес ашу да қиын, себебі бір қазақты жұмысқа алу үшін біз ол жерде 4 түрікті жұмысқа қатар алуымыз керек екен. Сонда 5 адам міне болады. Қазақша мектептер ол жерде мүлдем ашу тиімсіз. Сосын тағы да осындай Юрий Дудька комментарий берген кісінің видеосы бар. Сол видеоны тапсам міндетті түрде қойып жатамын. Ол кісі айтады, міне екі кісі бар, біреу шетелге шыққан, біреу шықпаған. Шетелге шығып қайтқан адам шынымен өмірдің керемет сан түрлі алуан екенін көреді. Шетелге шықпаған адам тура сол ойы қалай болды. Бір апта ана кісі барып келсе, бір аптадан кейін көрсе, мына кісінің ойы бірдей, қалай болды солай, мына кісінің ойы мүлдем ауысып кетеді. Можно я скажу, зачем путешествовать надо? Ставишь потом где-нибудь. А может, выкинешь. Давай. Помнишь, как в детстве у тебя время тянулось, как много всего можно было успеть за день? И с возрастом день короче становится, потому что ты ничего нового не делаешь. Субъективно твое время, оно сжимается. И вроде как ты ничего особо не сделал, а день прошел. Считаю, что одно из самых лучших решений — это, собственно, поиск новых эмоций. И путешествие, оно позволяет растягивать тебе твое субъективное время. Ты можешь обратить на это внимание, когда ты сам едешь в отпуск, и когда твои знакомые ездят в отпуск. Они возвращаются и такие, блин, я столько всего видел. А ты мог даже и не заметить, что они, Уехали. Они уехали, да. Они такие, мы уезжаем на 2 недели. Такой, что 2 недели уже прошло? Соответственно, когда ты уезжаешь в отпуск, ты возвращаешься такой заряженный, рассказать кучу историй, а люди как-то не успели по тебе соскучиться, потому что у вас субъективно по-разному время шло. И если ты хочешь дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время, и поездки для этого — это один из таких чит-кодов. То есть ты можешь, естественно, в обычной жизни там, заниматься каждый раз чем-то новым. Я стараюсь тренировать в поездках вот этот взгляд иностранца, когда ты и в родной среде можешь по-новому посмотреть на какие-то вещи. То есть это позволяет тебе путешествовать в тех местах, где ты уже и так был, привычных. Но для этого нужно натренироваться. Және де тағы да бір қосатын нәрсе, бұл менің бір мемлекетке деген саяхатымнан осылай ойым өзгерсе, және осыншама қызық нәрселерді сіздерге жеткізіп жатсам, бір емес, 2 мемлекетке барып қайтсам не болады, 3 мемлекет, 4 мемлекет, 5 мемлекетті, бүкіл әлемді 200 мемлекетті араласам да қандай ой келеді екен. Сол үшін барынша көп саяхаттаған адамдармен ұзақ араласу керек, олармен сөйлесу керек, олардың ойларын білу керек, себебі ол шынымен ақылды, керемет, енді өмір көрген, әлемді саяхаттаған кісілер, олардың өмірдің сан түрлі алуан екен, қаншалықты керемет екен, нағыз сол кісілер 100% біледі деп айта аламын. Және мінекей ең соңғы 2 нәрсе қалды. Бұл әрине енді өмірдің мәнін таппай жүрген, не үшін жұмыс жасап жүргенін, жалпы депрессияда жүрген кейбір кісілер болса, шетелге шығып қайтсаңыздар, бұл нәрседің барлығы 100% шешіледі, себебі мен білетін 99% адамдар осы шетелге шыққан кісілердің барлығы өмірдің екінші мәнін тапты, ал таппағандар нағыз өмірдің мәні неде екенін түсінді. Олардың мәнісі саяхаттауда болып шықты. Себебі басқа мемлекетке шығу бұл шынымен сөзбен жеткізетіндей емес, және сіздің
барып келуіңіз сізге бұдан да әртүрлі, бұдан да қызығырақ, күшті ойлар салады деп ойлаймын. Және әрине соңғы кеңес, бұл бізде шетелге шыққан барша кісілерге кеңес, осы жолдарыңыздан таймаңыздар, ұзақ уақыт шетелде саяхаттауға тырысыңыздар. Ақша пайда болды ма, шетелге жұмсаған дұрыс. Менің осындай бір ағам кеңес берді, ол Малайзияны да көріп қайтты, бізде мысалы Американы да көріп қайтты, Түркияға да бірнеше реттен шығып жатады жыл сайын. Сол үшін ай сайын да шығып жатады деуге болады. Ол кісі айтты, ақшаң болса сон жыр болды, шетелге шығып саяхаттауға, басқа ешнәрсе жасамай ақ қой. Қазір саған сен жазсың, саяхаттауға болады, осының барлығын көріп қалуыңа керемет мүмкіндік. Сол үшін неғұрлым көп мемлекет көретін болсаң, соғұрлым өмірің шынымен қызығырақ болады деп айтқан еді. Сонымен бүгінге осы видео ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды аямаңыздар. Белгілі бір сұрақтарыңыз, пікірлерің болса төменге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Одан кейін видео көңілдеріңіз шықса, басқа кісілерге таратсаңыздар болады. Сіздермен бүгін болған мен Санжар Айдар. Енді келесі шығарылымдарда сіздермен көріскенше.